Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы арнасы бүгінгі видеода. Грек жаңғағының пайдасы қандай? Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. Жаңғақтың түрлері өте көп және әрқайсының өз алдына емдік қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтамыз. Шын мәнінде грек жаңғағы пайдалы ма, зиян ба? Оларды жиі қолдануға бола ма? Бұл жаңғақтар күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қан диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде де жақсы көмектеседі. Ми белсенділігін арттырып, ішек жұмысын жақсартады. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, түрлі майлар бар. Олар В1, В2, С, май, хинон, каротин, жасұнық, тұз, тағы да басқалары. Тіпті жаңғақ ағашының жапырағының құрамында да денсаулыққа пайдалы элементтер бар. Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, псориаз, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап қолданған жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының уылуына әкеледі, екіншіден, балаға бөртпе шығуы мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды, ол наннан 2 есе калорияға ие. Сондықтан толысуға бейім жандарда сирек қолданған жөн. Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл екке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіріп, ішек құрт, қабыну, қан диабеті ауруларына айығуға көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтып, сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданылып келеді. Грек жаңғағының қабығы неге пайдалы? Грек жаңғағы емдік қасиеттерін пісу сатысында да қолдануға болады. Мұнда жемістердің жасыл қабығы адам ағзасында кереметтер жасай алады. Және ежелден халықтық медицинада қолданылып келеді. Жаңғақ қабығындағы аскорбин қышқылының концентрациясы қара қарақат пен цитрус жемістеріне қарағанда бірнеше есе жоғары. Осындай элементтердің үйлесімі айқын емдік әсер береді. Және көбінесе үйде емдеуде қолданылады. Қан тамырларын тазартуға арналған рецепт. Егер сіз қан жолдарын токсиндерден тазартқыңыз келсе, келесі атварды дайындаңыз. Бұл үшін 15 дана жаңғақтың қабығы, 500 мл қайнаған су қажет. Барлық компоненттерді біріктіріңіз, баяу отқа қойып 10 минут пісіріңіз. Қоспа қара қоңыр түске айналғанда марле арқылы сүзіп алыңыз. Күн сайын аш қарынға таңертең, түстен кейін және кешке 2 ас қасық қабылдаңыз. Емдеу курсы 2 апта, содан кейін үзіліс жасау керек. Қалқанша бездің жұмысын қалыпқа келтіру үшін қайнатпа. Жаңғақ қабығы 20 дана, су 200 мл. Қабықты ұнтақтап, қайнаған суға салып 1 сағатқа қалдырыңыз. Қолдану тәсілі: сүзілген грек жаңғағы қабығынан жасалған қайнатпаны тамақтан 30 минут бұрын 2 апта бойы ішіңіз. Нәтижені растау үшін процедураны 10 күннен кейін қайталаңыз. Жаңғақ қабығы ұнтағы қабынуға қарсы қасиеттері бар жараны емдейтін тамаша дәрі. Бұған дейін қабықтарды пеште кептіріңіз, содан кейін кофе тартқышта салып ұнтақтаңыз. Қоспаны өңделген жараға, ісікке немесе экземаға жағып, үстінен стерилді дәкемен жабыңыз. 2 сағат ұстаңыз. Ұнтақ жаңғақ қабығының тұнбалары сияқты эпидермистің тез қалпына келуіне ықпал етеді. Ыңғайлы болу үшін аз мөлшерде балық майымен араластыруға болады. Сіз қалың біртекті масса аласыз. Назар аударыңыз, жаңғақ қабығымен емдеу жеке төзімсіздік пен аллергия, ұйқы безінің қабынуы және ішек аурулары үшін ұсынылмайды. Жаңғақтар ұзақ уақыт бойы тұрған, немесе көп мөлшерде тұтынылған болса, тіпті сау адамға да зиян тигізуі мүмкін. Өлшемді ұмытпаңыз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.